Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздерге обертка жайында айтқым келіп жатыр. Көп дизайндар білесіздер, Қазақстан шоколадқа арналып жасалады дизайндар. Бірақ Қазақстан дизайнына, мысалы, обертканы яшкинадан қоятын болсақ, қараңыздар, крышкалары шығып тұрады. Ол біреулеріне ұнайды, шығып тұрған біреулеріне ұнамайды. Сол үшін именно Қазақстан сізде оберткасы бар, яшкинаның шоколадын салғыңыз келсе ішіне, онда сізге крышкаларын алып тастау керек. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Бұл дайын дизайндар біздің вип-каналда бар. Вип-канал деген не? Ол жерде дайын жиналған дизайндар, тек қана жазуын жазасыздар, распечаткадан шығара саласыз. Әр түрлі мерекеге бар. Толық ақпаратты осы комментарийдің астына тастап кетемін, қарасаңыздар болады. Енді қараңыздар, осы қиып жатырмын. Обычно мен канцелярский ножбен қиямын. Осы жолы қайшымен жай қиып жатырмын. Міне мен қиып болдым. Қараңыздар. Мынау обертка Қазақстан шоколадқа арналған. Бірақ бұны мен яшкина шоколадына келтіргім келіп жатыр. Қараңыздар. Міне, осылай салғанда, міне. Кейбірлеріне осылай тұрған ұнайды, кейбірлеріне крылышкалары көрініп тұрған ұнамайды. Ал яшкинаның размері ол ұзындау болып келеді. Енді қараңыздар. Міне, қайшыны аламыз. Мынау крылышкаларын қиып тастайсыздар жай ғана. Міне, көріп тұрсыз ғой. Қолмен сезіп алыңыз, қай жерінде уже ашылып кететін жері болады, міне специально. Сол жерді қиып жүрмеңіздер. Міне осылай. Сары значогын алып тастадым жай ғана. Міне ештеңке ашылып кеткен жоқ. Қараңыз, қолмен тексеріп жатырмын. Барлығы жабық, енді жоғарғы жағын. Ана жерде көрініп тұрады өзі примерно қай жерден қию керек екені. Міне осылай қиып жатырмын. Қиып болғаннан кейін қазір осылай тексеріп аламын. И все. Мынау дизайн Қазақстан шоколадының оберткасына арналған дизайн. Соны под яшкина келтіріп жатырмын. Қараңыздар. Енді қазір клейімізді аламыз. Міне. Осылай жабам. Және де осылай. Двухсторонний скотч немесе обычный клеймен де жабыстырсаңыз болады. Міне біздің оберткамыз дайын. Ішінде аккуратно, әдемі болып көрініп тұр. Міне. Мен обычно фотобумагаға шығардым. Фотобумаганың қалыңдығы 115 грамм. Обертки для шоколадаға самоклеющий фотобумага алса да болады, немесе мен сияқты обычный фотобумага алсаңыз да болады. 115 граммдық немесе 130 граммдық. Біздің каналда әр түрлі мерекеге арналған оберткалар бар. Егер сіздерге біздің видеомыз ұнаса, лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар. Рахмет.